12 жасқа толған балаларға арналған. Арма көрермен, эфирде мерекелік арнайы шығарылым. Тізгіндемен Жансая Жанболатқызы. Баршаңызды Рамазан айының басталуымен, сондай-ақ алғыс айту күні, оған қоса биылғы Қазақстан Халқы Ассамблеясының 30 жылдығымен құттықтаймын. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев қазақстандықтарды Рамазан айының басталуымен құттықтады. Президент халқымыз үшін дін мен дәстүр бірін-бірі толықтырып, өзара сабақтасып жатқан егіз ұғым. Асыл дінімізде, ата дәстүрімізде жұртты жақсылық пен жасампаздыққа үндеуде деп мейрамның мән-маңызына тоқталған. Сондай-ақ биыл Рамазан айы алғыс айту күнімен тұспа-тұс келіп отыр. Мұның зор символдық мәні бар. Мазмұны терең, мағынасы үндес қос мереке халқымыздың берекелі бірлігін одан әрі нығайта түсуге шақырады, деді президент. Халқымыз ғасырлар бойы берекелі бірлігі мен туған жерге деген шексіз сүйіспеншілігінің арқасында ең күрделі сынақтар мен қатерлерді еңсере білді. Осы іргелі құндылықтар жалпы ұлттық бірегейлігіміздің ажырамас бөлігіне айналды. Биыл Қазақстан Халқы Ассамблеясының құрылғанына 30 жыл толады. Бұл құрылым қоғамдағы өзара түсіністік пен келісімді нығайтуға өлшеусіз үлес қосып келеді. Қазір біздің алдымызда жүйелі әрі ауқымды реформаларды жүзеге асыру міндеті тұр. Осы орайда әр азаматтың ел тағдырына жауапты екенін толық сезіне білуі маңызды. Біз жұдырықтай жұмыла білсек қана үйлесімді және әділетті қоғам құру жолында жетістікке жетеміз, деп жазды Қасым-Жомарт Тоқаев өз құттықтауында. Ынтымақ ырысқа, бірлік берекеге бастайды. Бұл бүгін Астанадағы бейбітшілік және келісім сарайына жиналған түрлі этнос өкілдерінің ортақ пікірі. Олар татулықты ту еткен институттың 30 жылдығы тұтас елдің жетістігі дейді. Достықты дәріптеген дәстүрлі шарада қатысушылар бір мезетте мемлекеттік әнұранды орындап, дөңгелек үстел басында Қазақстан Халқы Ассамблеясының жұмысы мен алдағы жоспарын талқылады. Келелі кеңес көрініс тауып, ұтымды ұсыныстар айтылды. Әрине, ең негізгі мақсат ұлтаралық ауызбіршілікті одан әрі нығайту. Шараға Қазақстан Халқы Ассамблеясының төрағасының орынбасары Марат Әзілханов қатысып, президенттің құттықтауын жеткізді. Қазақстан Халқы Ассамблеясы мемлекет пен қоғам арасында ашық диалог орнатқан тиімді құрылымға айналды. Ұйым мүшелері маңызды бастамалар көтеріп, елге қажетті жобаларды жүзеге асырып жатыр. Ассамблея ұлттың жаңа сапасын қалыптастыру, отаншылдық пен ынтымақтастық, жасампаздық пен жауапкершілік сияқты басты құндылықтарды дәріптеу жолында айрықша рөл атқарады. Сіздер еліміздегі бейбітшілік пен тұрақтылықты сақтау және жалпы ұлттық бірлікті нығайту үшін аянбай еңбек ете бересіздер деп сенемін. Жетістіктеріңіз көп болсын. Мың алғыс айтуға тұрарлық азаматтар қаншама. Мәселен, түркістандық меценат Райымжан Қошқаров тағдыр тауқыметіне тап болған 44 отбасыға баспана салып берген. Үйлі болғандардың ішінде жетім балалар, асыраушысынан айырылған отбасылар мен үйі өртеніп кеткендер де бар. Әз тізімізде 15-16 адам бар қазірдің өзінде. Бірақ біз шамамыз сол бір жылда 3-4 үйден артық келмейді. Шамамыз келген жер сол. Енді біз қазір соңғы кезде тексеріп отырамыз. Ол үкіметтен үй аламайтын жағдайлар бар. Жан-жақ тексереміз. Содан кейін барып ол үй салынады. Қазір біз бір үйімізді соғып қойдық. Енді айнаяқ есік сондайларға кеп тұр. Тағы бір үйді уже ертең әрі күні бастайын деп отырмыз. Алғыс айту күні бүгінде жай ғана мереке емес, халықтың менталитетіне сіңіп, игі дәстүрге айналды. Сенат депутаты Қазақстан Халқы Ассамблеясының мүшесі Геннадий Шиповских осылай деді. Ол барша қазақстандықтарды мерекемен құттықтап, алғысын айтты. Қазір күллі қазақстандықтар бірін-біріне шын жүректен алғыс айтып білдіріп жатыр. Бұның барлығы біз бір-бірімізге айтамыз, біз қазіргі бүгінгі күніміздің қаһармандарымызға да айтамыз, яғни бұл құтқарушылар, медбикелер, медицина қызметкерлерінің азаматтары, сонымен қатар полиция қызметкерлері болсын, жалпы біздің қауіпсіздігімізді жан-жақты қамтамасыз етіп жүрген азаматтардың барлығы менің ойымша бүгінгі күннің қаһармандары. Сондықтан да бұл мейрамның маңызы өте зор. Шын жүректен күллі қазақстандықтарды осы алғыс айту мейрамымен құттықтаймын.
Биылғы шуақты көктемнің алғашқы күні бірнеше мерекемен тұспа-тұс келді. Қасиетті Рамазан айы басталды. Алғыс айту күні Қазақстан Халқы Ассамблеясының 30 жылдығы. Атаулы дата Әулиеата өңірінде ерекше сипатқа ие болды. Достық үйінде ән қалықтап, күй күмбірлеп, шаттықтың жыры шырқалды. Әріптесім Аягөз Тілеуханқызы салтанатты шараға қатысып, керемет сәттердің куәсі болып келді. Ендеше рет-ретімен тарқатсын. Көктемнің алғашқы мерекесі алғыс айту күнін жамбылдықтарда өте жоғары деңгейде атап өткелі жатыр. Дәл қазір біз Тараздағы Достық үйінің алдында тұрмыз. Мұнда қасиетті Әулиеата жерін мекендеген этнос өкілдері ән шырқап, би билеп, керемет көтеріңкі көңіл күй сыйлайды деп күтілуде. Сондықтан да дәл қазір біз сіздерге осы керемет көңіл күйді көрсетеміз. Бізбен бірге болыңыздар. Достық үйінің іші бүгін бек думанды. Шырқалған әнмен күмбірлеген күй есіктен кірген бетті ақ кісіні ерекше күйге бөлейді. Келген қонақтар тайқазандағы тәтті бауырсақтан дәм татып, абыр-сабыр, жүздерінде қуаныш, көңілдері болса көктем. Қауқылдасып, хәл сұрасып, осы күнге аман есен жеткеніне шүкіршілік айтысқан жұрт. Қуанышқа ортақтаса келген аймақ басшысын этностар ерекше құрметпен қарсы алды. Әулиеата 87 этностың киелі мекені. Бір үйдің баласындай болған олардың арасы ерекше тату. Қиын қыстау кезінде құшағын айқара ашып, бауырына басқан қазақ халқына айтылар алғыс шексіз. Қиналғанда қол ұшын беріп, қамқорлық көрсету қазаққа тән қасиет. Сауапты істің қайырымы жаратқаннан. Бұл күні қайырымдылық керуені бастау алып, әлеуметтік аз қамтылған отбасыларға азық-түлік таратылды. Ынтымағы жарасқан елді сыртқы жаудан, ішкі даудан сақтасын десті көпшілік. Елімді баласымен сақта. Сәбиімді қайырымды, мейірімді анасымен сақта. Жұртымды парасатты, пайымды даласымен сақта. Жастарымыз жалынды болсын. Ұрпағымыз дарынды болсын, күніміз шуақты болсын, мемлекетіміз қуатты болсын. Мына жасаған қайырымдылығымыз елімізге, жұртымызға, халқымызға мейірім шуағын ала келсін. Аллаху акбар. Әрине 30 жыл деген ол енді аз уақыт емес. Бірақ енді 30 жыл ол тек қана мереке емес, ол енді біз өткен жылдарға көзімізді бір шалып, ассамблея қалай құрылды, оның даму кезеңдері қандай болды, бүгін қандай жетістікке жеттік, бүгінгі ассамблеяның жағдайы қандай, бізде келешекте қандай мақсаттармен міндеттер күтіп тұр деген осындай салтанатты сәтке біз сол сұрақтарға жауап беруіміз керек. Ассамблеяның алдында үлкен мақсаттармен міндеттер тұр. Мен енді өз атымнан бүгін бәрі қазақстандықтарды, өзіміздің жерлестерімізді, Жамбыл облысының тұрғындарын, Тараз қаласының тұрғындарын, ассамблея мүшелерін осы мерекемен шын жүректен құттықтаймын. Алғыс күні құтты болсын. Бірлікке сызат түсірмеуді көздейтін ассамблеяның жасап келе жатқанына биыл 30 жыл. Осы уақыт аралығында әлеуетті институт қарқынды дамып елеулі өзгерістерді бастан кешірді. Нәтижесінде Қазақстанның көп этностық бай кеңістігінде сенім, келісім мен өзара түсіністік үлгісі орнады. Салтанатты сәтте көпшілік мерейтойға орай ашылған бірлік пен келісім жолындағы 30 жыл тақтасының лентасын қиды. Тар жол тайғақ кешу кезеңді қазақта бастан кешірді. Кедейшіліктің қамытын кисе де тағдыр тәлкегіне ұшыраған ұлттарды өзге де өзекке тепкен жоқ, бірақ бір үзім нанымен бөлісті. Қазақтың дархан даласы қаншама халыққа пана болды. Алаш жұртының асқан адамгершілік пен шынайы жанашырлығы тарихқа жазылған ақиқат. Бір аспан астында, бір жердің үстінде тұрып жатырмыз. Сондықтан да бір-бірімізге бауырымыз десек те болады. Қазақ елі жай машуақ елміз. Қонақ жайымыз. Қане, үйге кіргізіңдер, нан беріңдер. Иә, келіңіздер, жоғары шығыңыздар, төрлетіңіздер. Спасибо. Вы открыли перед нами двери своих домов, поделились пищей. Если бы не вы, нас бы не было в живых. 1000 благодарностей. Бүгінде тәуелсіз елдің өркендеуіне сол этностардың да қосып отырған өзіндік үлесі бар. Тіршілігі қазақпен біте қайнасты, мемлекетімізде достықтың салтанат құрып, тұрақтылықтың мәңгілік болуына атсалысты. Мерейлі мерекеде Қазақстан Республикасы президентінің құттықтау хатын облыс әкімі Ербол Қарашөкеев жеткізіп, жерлестерді ынтымақты тірлікке шақырды. Құрметті ассамблея мүшелері,
Сіздерді Қазақстан Халқы Ассамблеясының құрылғанына 30 жыл толуымен құттықтаймын. Ассамблея жылдар бойы халқымыздың ырысты ынтымағын нығайтуға, қоғамдағы өзара түсіністік пен келісімді сақтауға өлшеусіз үлес қосып келеді. Осы ұйымның белсенді қызметі арқылы еліміздегі барлық этностың тілін, мәдениеті мен салт дәстүрін үйлесімді дамытуға, сондай-ақ қазақ тілінің этносаралық қатынас тілі ретінде мәртебесін көтеруге жол ашылды. Парламентте өкілдері бар Қазақстан Халқы Ассамблеясы мемлекет пен қоғам арасында ашық диалог орнатқан тиімді құрылымға айналды. Ұйым мүшелері маңызды бастамалар көтеріп, елге қажетті жобаларды жүзеге асырып жатыр. Қазақстандағы ауқымды өзгерістерге де барынша атсалысып келеді. Ассамблея ұлттың жаңа сапасын қалыптастыру, отаншылдық пен ынтымақтастық, жасампаздық пен жауапкершілік сияқты басты құндылықтарды дәріптеу жолында айрықша рөл атқарады. Сіздер еліміздегі бейбітшілік пен тұрақтылықты сақтау және жалпыұлттық бірлікті нығайту үшін аянбай еңбек ете бересіздер деп сенемін. Жетістіктеріңіз көп болсын, баршаңызға зор денсаулық, бақ-береке тілеймін. Қазақстан Республикасы Президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев. Ел үшін еткен еңбек ешқашан елеусіз қалған емес. Салтанатты жиында өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуына еңбек сіңірген азаматтарға марапаттар табысталды. Махмутжан Давришев құрмет орденін, Қазақбай Көкшев ерен еңбек үшін медалін төске тақты. Мұхаббат Турдиева Қазақстан Халқы Ассамблеясының Жомартжан төсбелгісімен марапатталды. Дәл осы мерейлі датада Жамбыл облысының құрметті азаматы атағы, облысқа сіңірген еңбегі үшін белгісі және облыс әкімінің құрмет грамотасы, алғыс хаттары да табыс етілді. Әр қиындықтың артында бір жақсылық болатыны хақ. Бүгінде еліміз сан түрлі тілдер мен мәдениеттер тоғысқан көп ұлтты мемлекетке айналды. Қазақстан діңгегі бергел болды. Мемлекетіміз қазір 130-дан астам этностың құтты қонысы, мейірімді мекені. Бірлігі мен тірлігі жарасқан бұл құндылыққа талайлар таңдай қақты. Қазақстанның әрбір азаматы оны мақтанышпен айта алады. Осыдан 30 жыл бұрын әр ұлттың өкілдерін жинап, мереке ассамблеяның басында тұрғаныма өте қуанамын. Ең алғашқы достық екінші дәрежелі орденімді маған сол еңбегім үшін сыйлаған. Ол кезде Жетақ мәдени орталық болса, қазіргі күнде олардың саны 30-дан асып кеткен, басқаша аталады. Сондықтан барлық халықты жеткен осындай үлкен мерекемен құттықтап алғыс айтамыз. Қазақ халқына сонша халықтың өкілдерін өзінің кең құшағына сыйдырғаны үшін, барлығы тату тәтті, осы бір атаның баласындай болып өмір сүріп жатқан үшін, сонымен қатар қасиетті Рамазан айда құтты болсын. Иә, береке бастауы бірлік, ел іші тату тірлік. Алғыс айту күнін ерекше ықыласпен тойлаған жамбылдықтар этностардың өнерін тамашалап, еліміздегі бірлік пен татулыққа тағы бір куә болды. Айгүл Тілеуханқызы, Руслан Бегалы.
Сондай-ақ бүгін қазақ халқына мың алғыс монументіне гүл шоқтарын қою рәсімі де өтті. Айта кетейік, биіктігі 30 метрге жететін монументте түрлі этнос өкілдерінің елге деген алғысы мен ризашылығының символикалық көрінісі бейнеленген. Осылайша Тараз қаласының тұрғындары мен қонақтары, Қазақстан Халқы Ассамблеясының мүшелері, этномәдени бірлестіктердің басшылары мен жастар бейбітшілік пен татулықтың тұғырына айналған Қазақстан халқына мың алғыс монументіне гүл шоқтарын қойды. Жиналған жұртшылық баршаны мерекемен құттықтап, алғыстарын жеткізді. Құрметті Жамбыл облыс тұрғындары, құрметті Тараз қаламызды қонақтары, мінеки бүгін 30 жыл болып жатыр. Қазақстан Халқы Ассамблеясына бүгін 30 жыл болып жатыр. Соған екінші мейрамымыз бұл алғыс айту күні дейді. Аруақты еліміз, жұртымыз аман болсын. Алғыс айту күніне арналған мерекелік іс-шаралар легі Шахристан кешеніндегі Жамбыл облыстық тарихи өлкетану музейінде жалғасты. Нақтырақ айтқанда, Қазақстан Халқы Ассамблеясының 30 жылдық мерейтойына арналған Қазақстан Халқы Ассамблея бірлік пен келісім жолындағы 30 жыл атты жаңа экспозициясы ашылды. 30 жыл ішінде ассамблея Қазақстандағы бейбітшілік пен этносаралық келісімді нығайтуға зор үлес қосты. Ол қоғамдағы тұрақтылық пен өзара құрметтің кепілі. Елдегі барлық этностарды бір шаңырақ астына біріктірген бірегей институт. Ал 1 наурыз алғыс айту күні Жамбыл облыстық тарихи өлкетану музейіндегі ашылған Қазақстан Халқы Ассамблеясының бірлік пен келісім жолындағы 30 жыл атты жаңа экспозициясы соның айқын дәлелі. Бүгінгі күні Қазақстанда Қазақстан Ассамблеясы бірегейлік институт болып табылады. Және де өзінің астына Қазақстанда әр этнос, әр азамат өзінің салт дәстүрін, мәдениетін, әдет ғұрпын сақтауға барлық мүмкіндік жасалған. Ал біздің Қазақстандағы бейбітшілік, тұрақтылық, ынтымақ, осының барлығы да этнос өкілдерінің еңбегінің де арқасында деп санаймын. Жаңа ашылған экспозицияда Қазақстан Республикасының тұңғыш президентінің Қазақстан Ассамблеясының құру жөніндегі жарлығы мен сондай-ақ ассамблеяның құрылуына атсалысқан тұлғалардың жеке заттары, ондағы жеткен жетістіктері, сонымен қатар фотолары қойылған. Үлкен бір іс-шара өтіп жатыр. Ол біздің 30 жылдық ассамблеяның тарихын ашатын үлкен бір экспозиция ашылды. Сол Қазақстанда тұрғаннан кейін 130-дан астам этностардың басы қосылып отқан мынау үлкен Қазақстан үйімізде бәріміздің бір-бірімізге болған сүйіспеншілігіміз, мейірімділігіміз, қайырымдылығымыз нығайтуға өз үлесімізді қосамыз. Біздің балашағымыздың отаны Қазақстан болғаннан кейін сол біздің жастарымызды, балаларымызды, немерелерімізді Қазақстан патриоты болып өсіруге өз күшімізді, күш-жігерімізді шығарамыз. Қазақстан Халқы Ассамблеясы әлемге бейбіт өмір мен достықтың жарқын үлгісін көрсеткен құрылым. Қазақ халқының бірлік бар жерде тірлік бар деген қағидасы осы ұйымға негізделіп айтылған сыңайлы. Жамбыл облыстық нөмірі 1 өркен арнайы мектеп интернатының тәрбиеленушілеріне биылғы алғыс айту күні әсерлі оқиғамен есте қалды. Себебі оларға әскери қызметшілер қонаққа келді. Олар балаларға ерекше жылулық пен қамқорлық көрсетті. Номері 1 өркен арнайы мектеп интернатында ерекше балалар тәрбиеленуде. Оларға осында педагогтар білім беріп қана қоймайды. Сонымен қатар жүректегі мейірімі мен жылуын да аямайды. Сондықтан мереке күні Тараз өңірлік гарнизоны әскери полиция басқармасының бастығы Мұрат Жолдасов пен Оңтүстік өңірлік әскери прокуроры Сәкен Ермекбаев мектептегі педагогтардың еңбегі үшін алғыс білдіріп оқушыларға сыйлықтар берді. Ал осындағы оқушылар қонақтарға концерттік бағдарлама ұйымдастырды. Бүгін алғыс айту күніне орай біз осы мектептің басшыларын, тәрбиешілерін, мұғалімдерін келіп, көріп, сол кісілерге бүлдіршіндерді тәрбиелеген үшін алғысымызды айтқымыз келеді. Сондықтан бүгін келген себебіміз осы. Әрқашанда еңбектері жана берсін, еңбектері сауапты бола берсін, әрқашанда өсіп жатқан ұрпақтарымыз аман болсын.
Осылайша әскерилер балалар мен педагогтерге жылулық сыйлап алғыс айтты. Ал оқу ордасының директоры келген қонақтарға алғысын айтып, бұл күннің осындағы тәрбиеленушілер үшін ерекше болып өткендігін атап өтті. Жалғастырайық, Әулиеата өңірінен бастау алған асар жобасы өз жалғасын табуда. Тұрмыс жағдайы баспана тұрғызуға келмейтін отбасыларға ауылдағы ағайын әлі де көмек қолдарын созып отыр. Айша Бибі елді мекеннің тұрғыны Гүлжайна Әбіловаға көпшілік былтыр үй соғып беруді ұйғарыпты. 4 баланың анасы қазір саяжайдағы аядай ғана бір бөлмелі үйдеуге келмейтін жайды паналап отыр. Қандастың қазіргі жағдайын тілшіміз Аягөз Тілеуханқызы көріп келді. Гүлжайна тарихи отанына Өзбекстаннан 2011 жылы көшіп келген, содан бері тұрмыс жағдайы түзелмей ақ қойған. 4 баланы жалғыз асырап отырған, оның үй алуға да соғуға да шамасы жетер емес. Бар тапқаны балаларының ас ауқатынан артылмайтын отбасы табылған жайда қоныстануға мәжбүр. 3-4 жыл болды, танысып, білісіп, осындай жұмысымызға тартып, қоғамдық жұмыста жұмыс жасайды негізі. Сол жерге жұмысқа тартып, жағдайына қарасып тұрған жайымыз бар. Осы ауыл тұрғындары болып, көпшілік халықтың арқасында осындай жағдайда отыр енді. Жағдайына келсегенді өте нашар, табылған квартирада отырады. Мысалға бір жерге көшсек, екінші жерге уже босат деп тұрады. Көп балалы балдарыменен негізі квартира ала бермейді. Гүлжайнаның тұрақты жұмыс істеуге денсаулығы жарамайды, мүгедектігіне зейнетақы да алмайды. 4 баласына төленетін жәрдемақы күнделікті күнкөрісі. Кейде көпшілікпен бірге маусымдық жұмысқа шығып нәпақа табады. Ауылдастары көздері жәудіреген балаларды аш қалдырмау үшін қолдарынан келген көмектерін көрсетеді. Былтырдан бері үлкен игілікті істі қолға алып, асарлатып үй соғуды бастапты. Жесірімізді жылатпай, жетімімізді жаңағыдай қаңғытпай сөйтіп өсіргенбіз ғой. Сондықтан біздің Абилова Гүлжайна қарындасымызды біраз қиыншылықта өмірде болғаннан кейін біз мынау ел болып, ауылды болып, үйді соғып беруге ұйғарып, жерді әкімшілік бізге жер берді. Енді біз қабырғасын әзіргі деңгейде былтыр жазда бастадық. Енді Құда қаласа мынау осы биылғы жылғы аяғына дейін бітіріп қоныстандырсақ деген ниетіміз бар. Жамбылға қоныс аударған қандастарға қолдау көрсеткендердің бірі дүниежүзі қазақтары қауымдастығының Жамбылдағы бірлестігі. Жалғыз басты ананың жағдайына алаңдаған ұйым басшысы ауылдықтардың жұмылып, Гүлжайнаға жәрдемдесуге ықпал етіпті. Жақында Құдай қаласа бітет неден үміттеміз. Барлығы бітет деп жатыр, ойындамаңыз деп жатыр бәрі. Қолдау көрсетіп отқанға осы кісілерге рахмет. Рахмет осы кісілерге, әйтеуір өздерінде сонша бала шағасы болса да әйтеуір бір жағын жатып, жамап беріп жатқандарына үлкен алғысымды айтамын. Бұйырса биыл Гүлжайна 4 баласымен бірге қоныс тойын тойлайды. Қазір оның жаңа үйінің қабырғасы қаланып қойған. Көпшілік күн жылыса қалған құрылысты аяқтап беруге құлшынып отыр. Жергілікті әкімшілікте қолдан келгенше көмек береміз дейді. Ағайынның ауызбіршілігі мен қамқорлығына көп балалы ананың алғысы шексіз. Облыс аудандарда алғыс айту күніне арналған шаралар легі қарқынды жалғасуда. Меркі ауданындағы үміт оқушылар сарайында бүгін көктемнің алғашқы мерекесіне орай іс-шара ұйымдастырылды. Жиынға аудан әкімі Ербол Жиенқұлов пен ардагер ұстаздар, құқық қорғау саласының өкілдері қатысты. Рахмет саған туған ел деп аталған мерекелік шара басында түрлі ұлт өкілдері өздерінің ұлттық киімдері, әндермен және тағамдарымен қонақтарды қарсы алып дәм татқызды. Концерттік бағдарламада әр ұлттың мәдениеті мен дәстүрлері шынайы достық пен бірлікті нығайтудың символына айналды. Сондай-ақ орыс, өзбек, түрік және татар ұлттары қазақ халқының бауырмалдығы мен кеңпейілдігі туралы айтып, өз алғыстарын айтты. Сонымен қатар түрлі әндер шырқалып, қойылымдар қойылды. Бүгінгі күн ерекше күн. Жүректегі жылы сөзді бір-бірімізге алғыс айтатын ерекше күн. Сол себептен де бүткіл қазақстандықтарға, өзіміздің осы білім саласында жүрген ардагер ұстаздарға, ата-аналарға, мұғалімдерге, жас келешек ұрпақтарға алғысымды айтқым келеді. Аталмыш шара көпшіліктің көңілінен шықты. Мұндағы әрбір сахна саңлақтары мен жас өрендердің өнері мерекелік кештің сәнін келтірді. Бүлдіршіндердің сан түрлі мамандарға арнаған қойылымдары көрермендердің ықыласына бөленді. Жалпы ауданымыз әртүрлі ұлт өкілдеріне құралған, этностар бейбітшілік, татулықта жақсы, керемет ауызбіршілікте өмір сүруде. Осы алғыс айту күнін пайдалана отырып, барша Мерке ауданының тұрғындарын алғыс айту күнімен шын жүректен құттықтаймын.
Бұл іс-шара тек алғыс айту күнінің маңыздылығын атап қана қоймай, барлық ұлттардың бірлігі мен достығын нығайтуға сеп болары сөзсіз. Сондай-ақ еліміздің әр саласында қызмет атқарып жүрген мамандарға деген құрметті паш етті. Бұл мереке әр жыл сайын елімізде үлкен мәртебе мен маңызға ие екендігін көрсетіп отыр. Себебі Қазақстанда тұрып жатқан түрлі этнос өкілдері бір-бірін бірлік пен достыққа шақырып, ризашылықтарын білдіреді. Алғыс айту күніне арналған шаралар легі Жамбыл облысының барлық өңірлерінде өтті. Ендеше мерекені қай аудан қалай атап өтті? Тілшіміз Гүлзат Сейдуллақызы айтып береді. Бірлігіміз әр алуандықта. Осындай тақырыпта бүгін Мойынқұм ауданы Ақсүйек ауылындағы номер 1 орта мектепте мерекелік іс-шара өтті. Онда елімізде тату-тәтті өмір сүріп жатқан түрлі этностардың ілкімді істері тілге тиек етілді. Сонымен қатар қазақ халқының кең пейіл, мейірімді, достыққа берік болмысы насихатталды. Алғысты алдымен көктегі Құдайға, одан кейін жердегі дархандығы даласынан дарыған сол даланың иесі қазақ деген халыққа айтамын. Сөзі қуатты, жүзі шуақты, тілегі тұнық, ниеті ақ, ешкімді жатсынбайтын қазақ халқына барша этнос өкілдері қарыздар. Бүгін алғыс айту күні екен, бірінші Аллаға, екінші ата-анама, үшінші осы Ақсүйектің халқына осында отырған барлықтарыңыз алғысым шексіз. Осында келгенімізге міне 5 жыл болды. Жаман емес, Ақсүйектің халқы ұнады бізге. Бір үйдің баласындай тату-тәттіміз, шүкір жақсы. Осында 4 балам оқиды, алды 9 класста, артын Елбайда. Жаман емес, жақсы. Бұл күні барлық этнос өкілдеріне алғыс айтылып, тарихтағы маңызды сәттер еске түсірілді. Шара барысында түрлі көріністер қойылып, әртүрлі ұлттың әндері шырқалды. Меркі ауданында да бұл мереке ерекше аталып өтті. Мұнда әрбір азамат тек бір-біріне алғыс айтып қана қойған жоқ. Осында өмір сүріп жатқан әр этномәдени бірлестіктің өкілдері ұлттық қолөнер бұйымдары мен көрнекті жәдігерлерін таныстырды. Қазақстан Республикасы алғыс айту күні мерекесі еліне, қазақ жұртына, шын жүректен алғыс, мың алғыс айтамыз. Аспанымыз ашық болсын, дастарханымыз мол болсын. Қазақстан Республикасы бұл биік болсын. Бәрімізге тыныштық, аманшылық, денсаулық, бірлік тілеймін. Наурыз мерекесі алғысымды айтамын қазақ еліне, түрік халқының атынан айтамын, мың алғысымызды. Рахмет сіздерге. Сонымен қатар, әр ұлттың өкілдері ұлттық әндерін орындап, қазақ халқына алғыстарын білдірді. Шара барысында аудан әкімі Ербол Жиенқұлов сөз алып, барша қонақтарды алғыс айту күнімен құттықтап, елімізде тыныштық пен тұрақтылықтың сақталуы, бірліктің нығаюы жолында әрбір азамат өзіндік үлес қосуы маңызды екенін атап өтті. Сондай-ақ Қазақстан Халқы Ассамблеясының 30 жылдық мерейтойына орай Тұрар Рысқұлов ауданындағы мәдениет үйінде қазақ халқына мың алғыс атты этномәдени бірлестіктердің мерекелік концерттік бағдарламасы өтті. Елде сан түрлі ұлт пен ұлыс өкілдері ортақ шаңырақ астында тату-тәтті өмір сүріп, бір мақсатқа жұмылған. Бұл халқымыздың кеңпейілдігі мен дархандылығының жарқын көрінісі. Биыл дәл осы күні құрылған Қазақстан Халқы Ассамблеясына 30 жыл толып отыр. Бұл ұйым ел бірлігін нығайтуға, қоғамдық келісімді қамтамасыз етуге және этносаралық татулықты сақтауға орасан үлес қосып келеді. Алғыс айту күні тек ризашылық білдіру ғана емес, ел игілігі үшін аянбай еңбек етіп жүрген азаматтарға да құрмет көрсету мерекесі. Осы сәтті пайдалана отырып, ауданымыздың әлеуметтік-экономикалық дамуына өлшеусіз үлес қосып, бүгінде талай жылғы еңбегінің зейнетін көріп отырса да, қоғамдық өмірге белсене араласып келе жатқан ардагерлерге, абыз ақсақалдар мен ар жаулықты аналарға, сондай-ақ өлкеміздің өркендеуіне еңбек сіңіріп жүрген сала қызметкерлері мен кәсіпкер шаруаларға да ерекше алғысымды білдіремін. Ал мерекелік бағдарламаны көруге келген қонақтар түрлі этнос өкілдерінің ұлттық тағамдарынан дәм татты. Бұл мереке Қазақстандағы барлық этностардың бірлігі мен татулығының жарқын көрінісі болды. Қатысушылар іс-шарадан ерекше әсер алып, қазақ халқына ризашылықтарын білдірді.
1 наурыз алғыс айту күнін қордайлықтар да атап өтті. Мәдениет үйінде өнерпаздардың мерекелік концертінде ән шырқалып, жыр төгілді. Аудан әкімі Бекзат Болатбеков қордайлықтарды алғыс айту күнімен құттықтап, бұл күннің Қазақстан халқы үшін ерекше мәнге ие екендігін, татулық пен ынтымақтың басты құндылық екендігін атап өтті. Сонымен қатар ауданның әлеуметтік экономикалық өсіп өркендеуіне өзіндік үлес қосқан бірқатар азаматтарға марапаттар тапсырылды. Салтанатты рәсімнен кейін кеш концерттік бағдарламаға ұласты. Құрметті телекөрермен, мереке құтты болсын. Шуақты күндерде жүздескенше.